Сәлем достар, мен бүгін осы видеода қыстың күні үлкенде кішіде сүйсініп жейтін жеміс мандарин жайлы қызықты ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ең алдымен біздің мандарин жемісіміз мәңгі жасыл болып өсетін жеміс ағашы. Оның биіктігі бар жоғы 2-3 метр ғана болады, ал жапырақтары жасыл, жапырағы жұмыртқа пішінді сопақтау болып келеді. Ол мамыр және шілде айлар аралығында гүлдейді, гүлі ақ түсті майда болып келеді. Ал біздің тура жаңа жыл тұсында оның жеміс беретін кезі. Яғни біз жаңа жылды оливье салатымен мандаринсіз елестете алмаймыз. Ал осы мандариннің құрамында қандай витамин бар? Ол әрине ең бірінші С витамині, сонымен қатар 0,8-0,9% қышқыл және 7,5% қант құрайды. Және оның қабығында көп мөлшерде эфир майы болады. Оны отырғызғаннан кейін 3-4 жылда жеміс бере бастайды. Ал осы мандарин атауы қайдан пайда болды? Ең алғаш мандарин атауы оның отаны Қытай болып есептеледі және португалдар Қытайдан феодал чиновниктерді мандарин деп атап кеткен. Ал осы жеміске тек мандариндер ие болған. Сондықтан оны мандарин немесе кейбір елдерде танжерин деп атап кеткен. Сонымен қатар бұл мандариннің біз жемісін жеймізді көп жағдайда қабығын тастай саламыз. Ал оның қабығының қандай пайдасы бар? Ең біріншіден іштің кебуін, яғни дисбактериоз болсаңыз, сіз кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтағышқа салып, ұнтақтап, немесе оны басқа да өзіңізге қалай ыңғайлы солай ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға бір шай қасықтан қосып жесеңіз, яғни сіздің іш кебуіңізді басады. Ал екінші пайдасы, оның жөтел кезінде, яғни жөтел кезінде не істейміз біз? 2 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стақан су құйып, 1 апта қараңғы жерде сақтаймыз. Содан соң сүзгіден өткізіп, дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан кейін 20 тамшыдан ішуіміз керек. Яғни осы кезде сіздің жөтеліңізге ем болады. Ал суық тиіп тұмауратсаңыз, жөтелсеңіз ингаляция жасауға болады. Оны қалай жасаймыз? 1 уыс ұнтақталған мандарин қабығын суға салып, қайнатып, буымен 10-12 минут дем аламыз. Бұл әдісті жасаған соң 2-3 сағат салқын жерге шықпаңыз. Сонда бұл ем сізге өз нәтижесін беретін болады. Және де оны косметикада да тырнақ тез сына беретін болса, тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртсеңіз, тырнақтың сынғыштығына көмектеседі. Ал шаршаған, жүйеңіз жұқарған, күйзеліске түскен кезде ұсақталған мандариннің қабығын көлемі шамамен 10-7 см болатын матадан тігілген қапшыққа саламыз, өзімізбен бірге алып жүреміз. Егер жоғарыда айтылған жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен дем аламыз. Және де жүрек соғысы артып, артериялық қан қысымы көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, 1 стақан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатамыз. Ваннаға құйып, осы суға түсесіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдалана тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыздар. Және бұдан бөлек мандариннің қабығын жай ғана бөлмеде, оны қоқысқа тастамай, бөлмеге бір ыдысқа салып қойсаңыздар да, бөлмедегі артық иісті өзіне сіңіріп, хош иісті бөлмеге әдемі иіс беріп тұратын болады. Сонымен қатар мандаринді қай кезде жеуге болмайды? Әрине біз оның пайдасы көп, бойында витаминдер бар деп, кейде артық мөлшерде жеп қоямыз. Ешқашан мандаринді аш қарында жемейміз. Тамақтанып алғаннан кейін, шамамен 30-40 минуттан кейін мандаринді тұтынуға болады. Оның мөлшері кішкентай балаларға 2 күніне 2 данадан, ал үлкендерге 2-3 данадан болады. Және ең алдымен мандаринді қолданар кезде, балаларға берер кезде алдымен аз мөлшерде беріп көріңіздер. Себебі бұл тропикалық жеміс болғандықтан көпшілік адамда аллергия туғызады. Осындай жағдайларды
біз басты назарда ұстауымыз керек. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Пайдалы болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақытта да осындай қызықты және пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Сабира.